Так, мен заказ бойынша Джонниді өлтіруге келдім. Тоқтаңдар, Джонни осы жерде деген қазір. Ақырындап мына жерден тығылып тұрып қарайық. Былай қайда мына жерде Джонни? Міне тұр екен ғой, Джонни деген анаң артына тығылып алыпты ғой. Джонни, енді соңғы сөзіңді айт. Тоқта. Дану Гүлбану, сен кімсің? Бұл мен Аман. Аман деген кім ол тағы? Бұл мен, мына жақтан сен естіп тұрған дауыс. Сен Джонниға тиіспе. Қала мен Джонниға тиіспеймін, соны түсінбедім. Сен кімсің маған әңгіме айтатындай? Дану Гүлбану бар ғой. Білесің ба, егер қазір мен құрметті көрермендер лайк пен қызыл подписацияны көп басатын болса бар ғой, сен ешкімді өлтіре алмайсың. Ал неге ешкімді өлтіре алмаймын? Себебі деген бар ғой, әр адамның лайкі мен әр адамның басқан қызыл подписация деген Джонниға көмек береді, түсінтірсің ба, кәдімгідей? Дану Гүлбану, мен ондайға сенбеймін. Ал, давай көрейік ал. Осы видеоға 2000 лайк жиналсыншы, мен Джонниді өлтірмеймін. Егер 2000 лайк жиналмаса, мен Джонниді өлтіріп тастайтын боламын. Жарайды, бірінші ретінде ескерту. Машинасына атайын, аңғара қашып баратқан түрін қара, мынан қара қашып бара жатыр. Қаша берсін, давай. Ошын көріп отқандар, 2000 лайк пен қызыл подписацияны басамыз. Баспасаңдар Джонниға мен мына оқты басам. Ал енді, давай. Дану Гүлбану, не болды? Кім, немене атты? Чош кеттің, неме жарылды? Ема, бірдеңе жарылған сияқты болды ма? Бірдеңе болып қалды. Чошып кеттім ғой, жарайды, не болса ол болсын, тез барайық. Мына жерде тұрған көлік, мен айтпашы, көлігімді жаңадан алып жаңа көрермендерге көрсетейін деп тұрып едім. Ё-майо, терезесін сындырып тастапты ғой мынаның. Блин, как положено, номерде не жазып тұр, комментарийға жазып өтіңдерші, номерін әдейі бір дерзкий номер сатып алып, мен әдейі мына жерге салып қойып едім. Блин, не істеп жіберді, мен соны түсінбедім. Жарайды, кім не істесе о дейсін, ұшымшы. Бүгін деген біз деген енді құпия халықтарды іздеуге барамыз ғой. Бүгін деген енді біз құпия халықтарды таппай кетпейтін боламыз. Бірақ, блин, кім мынан лобовойын сындырып тастады? Енді бұның ішінен біртүрлі көрінетін болды ғой. Менің мына машинам сендерге ұнай ма? Комментарийға жазып өтіңдерші. Әдейі матовый кәдімгідей. Блин, вип қазақтардың машинасы еді ғой. Ё-майо, жарайды енді. Осындай сынған тереземен, осындай лобовоймен жүре берейік. Еще сендерге айтайын деген ғой. Бұл Камри даже вип қой. Неге вип деп ойласаңдар? Себебі деген дрифт жетеді ғой. Мен сендерге қазір дрифт көрсетейін, көріндір ма? Газды басасың болды ғой, кетеді ғой, бір орында дрифт етеді ғой, көріндір ма? Осылай дрифт ететін жасап тастады. Негізі маған дрифт ететін көліктер ұнайды, бірақ бір жағынан маған Камриді ұнайды. Себебі деген Камридің бағасы, Камри малский качество болса да, бұның бағасы деген кәдімгі аспанға ұшып кеткен ғой. Жарайды, бұл Камриде ешқандай бір нормальный болмаса да, чем ана Кияға қарағанда, бірақ қазақтарға Камри ұнайды ғой. Кейін мен қымбатқа сатып жүру үшін алдым, а так Кия деген нормальный тачкаға кеттік ақырын былай жүре берейік. Жолдан тұрамыз, как она есть, жолдан тұрамыз. Біз деген қазір ошым маған Чао Чапенский бар ғой, полицейский Чао Чапенский маған местоположение жіберді. Бұл құпия халықтардың қайда жүрген. Қазір бір-бірлеп барып біз құпия халықтарды табамыз да, сөйтіп көреміз ол құпия халықтардың қандай құпия күштері бар екен. Сендерге қызық па? Маған да қызық. Ойбай, блин, на встречаға шығып кеттім ғой. Вип қазақ болған сонша по встречкамен әкетіп жатсың ғой. Жарайды, мен болсам кеттім. Дану Гүлбану, мынау қатырады екен ғой, нормально келе жатып едім ғой. Блин, бүгінгі күні не болып кетті? Біреу келіп менің лобовойым сындырды, ал біреу келді де кәдімгідей ешқандай түкті поворотник жақпай. Ё-майо, бір жағын сырып алды. Братишка, немене болды? Дану Гүлбану оқынау итак болды. Болды, шығара сал болды. Итак уже талқапты ғой, жатқан жерің жайлы болсын. Базар жоқ, қатырады екенсің ғой. Нормально келіп қым, алдыдан шығып қалды ғой, басыңды ұрайын. Жарайды, біз деген оған біз уайымдамамыз керек. Себебі деген біз Камриде отырық қой. Как не крути, Камри деген дерзкий. Ал егер көп лайк басатын болсаңдар, келесі видеода мен Камри 70 аламын, яғни Камри 70 аламын. Уже мен вип қазақ боламын ол кезде ше. Себебі деген 15 миллионға біреу нормальный адам 15 миллионға Камри ала ма? Алады. Кеттік, ал енді сендер лайктардың басындар. Біз болсақ ана құпия халықтарға кеттік. Да ё-моё!
Ё-моё! Да ну Гүлбану Джонниға әзер қолап жететін болдық қой, блин. Да ну Гүлбану Джонни түсше. Да ну Гүлбану, сен қалай жол ережесін бұзасың? Мен саған нормально айттым ғой, жол ережесін бұзбай жүр деп. Мен саған бостан-босқа камеримді бердім ба, Джонни? Блин, полит етпесеші, чао, мен просто көрермендерге айтып қойдым ғой, бұл камери менікі деп. Қайдағы камери сенікі, жұмысты мен істедім ғой, қарсы, әлі полицейский болып жүрмін. Сен уже мені 5 минут бұрын алған көлікті бытшын шығарып тапсың, терезесі жоқ уже. Лобовой бар, бытшыт екен ғой. Блин, чао бар ғой, көп сөйлеймін, айтшы маған халық қайда. Жарайды, сен барып құпия халықтарыңды тап та маған көлігіңді қайтар. Құпия халықтар білесің ба? Олар Палетобайда, сол жақта сені күтіп тұр. Жарайды, ой, блин. Жарайды, чао, давай, безает аға, чао, безает аға. Потом қайтарып берем көлігіңді. Ой, мына чаоның көлігі, блин, сендерге айтып қойып ем, өзінше кияны мақтап ем. Иә, менде мұны камераға ақша жоқ, мен сондықтан чаоның машинасын алып кеткен ғой. Себебі деген полицейский машина қатты жүреді, кәдімгідей түрін қарасаңдар, задний привод, кәдімгідей жесткий. Енді кеттік біз қазір Сен-Шорск, ой, блин, Палетобайға барып, бұл құпия халықтармен кездесіп, чау бамбалайло қыламыз ғой. Біздің Чао Чапенский айтқан жерге келдік, яғни осы жерде деген халықтышы, менің ойымша, блин, міне тұр екен ғой халық. Біз деген бұны іздеудің қажеті жоқ, бірақ енді бұл халықтың, құпия халықтардың басқа да түрлері бар ғой, біз қалай бұдан сұрасақ екен. Ассалаумағалейкум халық, братан, қалай сенің жағдайың ауырмай ма? Маңдайың негізі деген біз деген депутаттар халықтың жағдайын біліп тұр. Ой, блин, халық өзің қалай былай өмір сүріп жатсың ба? Қалай былай жағдайың ба? Бәрі нормаль ма? Конечно, братишка, жағдай деген сын ғой, көріп тұрсаң, мышь анау мынау бәрі дың ғой, арттағы машинаны айтсаш. Артыңда машина жоқ қой? Ну, енді скоро болады ғой, ол вообще бың-бың ғой, в общем, тәш қой. Ну, базар жоқ, в общем, деген біз көрермен жерге бар ғой, құпия халықтарды көрсетуге киіміз ғой, братан, жүрші, мен камераға отыршы, сен мені апаршы, қайда құпия халықтарға? Бай, братан, күлкімді келтірмеші, сен әлі камераңмен жүрсің бай, мына камераң тартпайды ғой сенің. Қомай, атак тартады, атак 200 жақтың күші бар, ну, примерно. Білмеймін, мен задний біріне атак дрифт етеді. Братан, бас тартпашы, мен жаяу барайын лучше, чем камерамен барғанша. Базар жоқ, мынау Америкада камерайды менсінбейді деме, қомандар, қалай менсінбейсіңдер? Сендер көп айдейсіңдер ғой камерайды. Басымды ұртпашы, маған негізі мынандай нәрсе керек емес, но вообще маркетинг қой. Ой, мынау блин, нең өкет. Жарайды, братан, давай, сен мені ошын құпия халықтарға апарасың, мен саған көлік сыйлайым. Қандай көлік сыйлайсың, қандай? Ошын бар ғой қазір. Көрермендер бар ғой, ошын көлік сыйлаймыз дейміз да, ең соңында қаш кетеміз ошын. О, бідерке, как пуля резкий ғой, өзің армандағандай, так что жүр менімен бірге отыр да көрсетші маған сен құпия халықтар қайда екен. Ё-моё, мені Чао точно өлтіреді, мониторының жартысын аяғымын басып отқан ғой, крышадан бас шығып отыр ғой мына халықтың. Бой, точно мына кузов майсы, даже машина қиналып отыр ғой, прикинь. Өй, неме, қарандар, біресе қарап, 5 кешін барады да, артқа түсіп кетеді, ауыр тоқта, давай. Ух, ебой. Базар жоқ, халық салмағың қанша сенің? Ну, примерно полтонна ғой. Полтонна дейсің бе, менің машинам өзі 1 тонна ғой. Жарайды, біз қайда бара жатырық? Тігінен жүре бер, уайымдамай жүре берсейші. Да, все, халық айтса болды. Кәдімгідей занос деген жоске екен, себебі халықтың салмағы деген өте кәдімгідей полтонна ғой, сондықтан машинаны кәдімгідей, бензинді жосқа жеп кетті, но чота бар ғой кәдімгідей. Ай, блин, ё-моё, дұрыстап айдасашы машинаны. Да, все, халық, давай, кеттік, айтпақшы, бізге тезсіз баруымыз керек қой, қайда барамыз? Тігінен жүре бер, ол құпия халықтар как положено суға түсіп демалып жатыр. Да, все, базар жоқ, құпия халықтар суға түсіп демалып ата берсін, біз барамыз да, былай дрифтпен кіреміз ғой. Как положено дрифтпен кіреміз ғой, айналып кетеміз ғой, өйткені халықтың салмағы өте ауыр енді. Демалатын жер мына жер ғой негізі. Конечно, да, камерамен кіре берсеш, не жалко ғой. Да, все, тогда, ебой, кәдімгідей. Ма деп, мына тартып кетті мынау. О, все, міне келдік осы жерге. Блин, Дану Гүлбану. Ё-моё, Чао точно мені өлтіреді бар ғой, Чао мені точно өлтіреді, мынандай песокпен мына машинасымен жүргенін білсе. Қайда мына жерде ешқандай құпия халық жоқ қой, халық. Күте тұрсаш, мен арнайы шақырам, олар көрінбейтін скин киіп алған ғой. Ну, жарайды, тогда. Батып жүрмеге, болды. Ух, блин, болды, болды, баттым мен. Ух, давай. Прикинь, балшықты айланып кеткенсің ғой, прикинь, жүрмейді, прикинь. Халық итер жүрші шығып.
ой да ё-моё, кәдімгідей ар итер бер итер деп қоймадыңдар ғой сендер. Мен дәу болсам болды, не машина итере берем ба не? Күте енді рөлде отыратын адам керек қой. Давай мен рөлде отырайын, сен нете, Джонни сен итер. Қумашы халге. Блин, мен бірнеге болса маған итер деп қоймайды, ё-моё. Давай қатты итер, ой қатты итер, ё-моё. Мен итеріп келе жатырмын. Мен просто итерейін десем, 1,5 тонна итеру деген 2 тонна итеру деген оңай емес мындай адамға ше. Да, все, тоқта. Тоқта деймін саған, тоқта. Да, все болды. Дайынсыңдар ма? Чао мені өлтіргенін көргілерің келе ма? Қалжындайым, енді бірақ енді мынаны қараңдаршы, мынаны қараңдаршы. 1, 2, 3. Бой, мына камерим отырып балшыққа батып қараңдаршы. Дөңгелегі шығып кеткен ғой, байқұстың даже рөлі түзелмей қалды ғой. Мынаны қараңдар, біз деген құпия халықты таптық. Сендердің назарларыңа міне жасыл халықтың баласы, жасыл кішкентай халық, мынау деген кішкентай қызыл халық. Ал мынау деген бізде қызыл халық, мынау бізде жасыл халық, анау жасыл халық. Ема не деген халықтар қаптап кеткен? Ё-моё, сәлем деп жүрші подписчиктерге. Салам алейкум подписчиктер. Базар жоқ. Ал енді құрметті көрермендер, біз деген вот міне құпия, барлық құпия нелерді таптық халықтарды. Ал сендер лайктарыңды басып қызыл подписаться деген кнопканы басыңдар. Сол кезде біз чауын күнінде дерке как полярецкий 70-й алатын боламыз. Аха. Давай бір-екі ауыз сөз туда-сюда сделай, братан. Халық. Осы дегене лайк басып как положено бар ғой. Мына қызыл подписаться деген басыңдар. Дұрыс айтады, барлығын істеңдер. Түсіндірсіңдер ме? Қайсын сөйлеп атсыңдар? Мен сөйлеп атқан. Сен ба? Жоқ, мен. Сен ба? Осым, пока.